Ал құрметті әріптестер, мына біздің тобымыздағы балалардың еркін ойнайтын ойындарына арналған заттық дамытушы ортамыз. Бұл заттық дамытушы ортамызда ең әуелі ұсақ қол моторикасына көптеген көңіл бөлінеді. Балалардың еркін ойындарына қазір мен сіздерге соны жақсылап таныстырып және жақындап. Бұл ұсақ қол моторикасына арналған мына жердегі ойын бұрыштарындағы ойындарымыз ұсақ қол моторикасына арналған. Ең бірінші мына бізде сағат. Бұл сағатты біздерде арнайы мындай қобдишаларда өздерінің сағаттары бар. Балалар түстеріне байланысты және әртүрлі түстеріне байланысты белгілейді және әртүрлі формада. Мысалы, бір саны мына жерде жүрек шеге формасында, екі саны 3-5 бұрыш формасында, екі саны 5 бұрыш формасында, 3 саны көбелек формасында. Міне осындай әртүрлі формадағы және түрлі түсті көбектерді қоя отырып сағатты белгілейді. Мына бізде түрлі түсті текшелер, түрлі текшелерді бұл балаларды орналастырған кезде арнайы өзінің доминосы бар. Осы домино арқылы түстеріне байланысты текшелерді мына тесіктермен орналастырады. Келесі бізде әртүрлі ағаштан жасалған негізі бар және негізі жоқ пазлдар, суретті пазлдарды, бұл суретті пазлдарды балалар өздері арнайы берілген суретке қарап отырып құрастырады. Пазлдар бар, ағаштан жасалған. Бұл бізде тағамдар, арнайы ұстайтын ұстағыштар бар. Балалар өздері орындарына отырып, тағамдардың түрлерін белгілеп, орындарына салады және тағамдардың түрлерін сөйлеп отырып айтады. Пластмассадан жасалған бұдырлары бар. Жаңағы конструктор, бұл конструкторларды бала қол моторикасына арналған қол икемділіктерін дамытады. Содан кейін мына жерде бізде арнайы әдемі 3-4 жастағы балаларға арналған әртүрлі неше түрлі формадағы жануарлар. Соны жануарларды әртүрлі түсіне қарай кеселер берілген және арнайы қысқыштар бейнеленген. Сол қысқыштарға пайдаланып отырып, әр нәрсені, әр жануарды балалар түстеріне қарай орналастырады. Түстеріне қарай орналастырады. Бұл арнайы кеселері бар. Содан кейін міне мынадайда дүниелеріміз бар, көрнекіліктеріміз бар, ойын құралдарымыз. Бұл енді үй жағдайында кардоннан жасалған, үй жағдайында қалдық материал кардоннан жасалған. Үй жағдайында кардоннан жасалған көрнекілік деп айтуға болады. Бұл кардоннан жасаймыз, бұны қасына бір сандарды салып, қасына алма ағашын суретпен бояп қойды, қолдан жасаған. Осыған ұқсас бірыңғай ұлттық тәрбиеге байланысты бізде мынадай оюларымыз бар. Бұл оюлармен бұл бізде ыстық тағамға арналған төсеніш деп айтуға болады. Бұл төсеніштердің бетінде ұлттық оюлар бейнеленген, әртүрлі өзіміздің ұлттық қазақы нақыштағы ұлттық оюларымыз бейнеленген. Осы төсеніштерді айналдыра ең бірінші балалардың өмірін біздер қауіпсіздігін ойлаймыз. Пластмассадан жасалған бала өміріне қауіпсіз инелер пластмассадан және жіп оған өткізілген. Осы инелерді өткізу арқылы біздің балаларымыз ыстық тағамға арналған төсеніштерді міне осындай жиектеп, әсемдеп көркемдейді. Заттық дамытушы орта бұл баланың рухани және дене дамуының функционалдық үлгідегі мазмұны, оның іс-әрекеттерінің материалдық объектілерінің жүйесі болып табылады. Заттық ортаға қойылатын бастапқы талап оның дамытушылық сипаты. Ол балабақша бөлмелерін, сондай-ақ учаскені заттық кеңістікте ұйымдастыру арқылы баланың мүдделері мен қажеттіліктеріне, яғни баланың дамуына қызмет етуі тиіс. Бала тұлғасын дамытудың танымдық қызығушылығын қалыптастырудың маңызды факторларының бірі ол қоршаған орта. Қоршаған орта дегеніміз бала өмір сүретін, ойнайтын, демалатын орта болып табылады. Балаға сезім мүшелері арқылы әсер ете отырып, оның әсемдік, талғам, құндылық бағдар туралы түсініктерін қалыптастыруға болады. Балалармен ойын кезінде ұсақ қол моторикасын ойнау барысында манипуляциялауға болатын материалдар, мысалы бауға тізілген моншақтар, сұқ ұшы бар пегбордтар, бау өткізілетін карточкалар, үстел текшелері
және пазлдар қолдануға болады. Ойын кезінде ұсақ қол моторикамен қоса балалардың есте сақтау қабілеті, назары, сондай-ақ сөздік қорлары да дамиды. Қолдан ұсақ-түйек заттарды жасау балалардың ең жақсы көретін шығармашылық жұмыстары. Мұндай жұмыстар балалардың қиялдарын, ойлары мен бармақтарының ұсақ моторикасын дамытады. Және де қиялын, логикалық ойлауын, еркін назарын, көру және есту қабылдауларын, шығармашылық белсенділіктерін дамытады.